Қайырлы күн достар, мен есімім Гүлзира, сіздерге Алланың құдіреті деген өлеңімді оқып берейін. Алла бізді жаратқан осы өмірде, күмәнің болмас деймін оған сенде. 18 мың ғаламды жаратқан Аллаға тәубе қылмау мүмкін емес деймін менде. Барлық жағдайды біз үшін жасап қойған. Түсінсеңіз күнде Құдан тұрғында аман. Оянбай кетуіңіз әбден мүмкін, шүкіршілік айтыңыз күнде оған. Адамдардан сұрамай Алладан сұра, Алла берер ризығын күнде саған. 5 парызды өтеп сен құлшылық ет, Алла сонда амалыңды қабыл етеді. Ренжімеңіз Аллаға не жаздым деп, бәрін қолмен жасаған өзіңіз кеп, Алла бізге жамандық ойламайды, жасаймыз ғой өзіміз өкпе-ренішпен. Ойымызды, жүректі таза ұстайық, тақпаңызшы ешкімге кінә айып. Мейірімді болыңыз әр қазаққа, сонда ғана толады жүрегіңіз махаббатқа. Алланы еске алуды ұмытпаңыз, ақыреттің бар екенін еске алыңыз. Бұл өткінші өмірде сауап жинап, Алланың разышылығын сіз де алыңыз.